Сәлем достар, менің есімім Мөлдір. Мен 2021 жылғы KGSP программасының стипендиантымын, яғни магистратураға тегін грантқа түстім. Бұл осы бағдарлама арқылы қалай тегін оқуға түсуге болады, оған қандай документтер, құжаттар керек, соған бүгін сіздерге жауап беретін боламыз. Және де бізде Instagram арқылы қызықтыратын сұрақтарын біздің оқырмандар қойған болатын. Сол сұрақтарға да бүгін сіздерге жауап беремін. Жалпы бұл программада екі квота бар: университетская квота және елшіліктің квотасы. Бұл жерде жалпы бөлінетін грант саны екі квотаға да общий ұқсас. Мысалға, биыл 2021 жылы университетская квота бізде 615, елшіліктің квотасы 663, общий 1278 адамға грант бөлінді шетелдік студенттерге. Бірақ бұл 1278 бүкіл әлемдегі шетелдік студенттерге арналған, соны түсіну керексіз. Енді осының ішінде әр елге бөлек. Бізге мысалға биыл Қазақстан елшілік квотасы арқылы 10 студентке мүмкіндік берілсе, университет квотасы арқылы жалпы 23, яғни жалпы Қазақстанға қанша 33 грант бөлінген. Керек документтер. Мінекей мен мына жерде қазір қарап отырып айтамын, сіздерге міндетті түрде астыға документке ссылка қалдырып қоятын боламын. Ең біріншісі application form. Application form деген кәдімгі өздері форма берген, өзіңе қатысты ақпараттар толтырасың, оның еш қиындығы жоқ. Форманы көрсеңіз уже түсінікті нәрсе. Екінші, personal statement. Personal statement дегеніміз motivation letter, басқаша айтқан кезде, неге именно сізді осы гранттың иесі ретінде алу керек? Неге 4 жыл бойы, немесе неге 2 жыл бойы сізді олар тегін өз ақшасынан, өз шотынан ақша құртып оқыту керек? Мың қаншама елден өткізіп жатқан адам, документ өткізіп жатқан адамдардың ішінен сіздің қандай артықшылығыңыз бар? Сіз соны осы personal statementте жазу керексіз, және оқып отырған адамды, яғни KGSP-дің жаңағы шешетін результатын шығаратын адамдарды сендіру керексіз өзіңізге. Бірақ бұл жерде мен сіздерге осы жерде бірден айтып кететін кеңесім, ойбай, мен Кореяны жақсы көремін, мен оны бүйтіп сүйемін, осылай бүйтіп, андай бар ғой, қалай айтады, ондай нәрсені жазудың қажеті жоқ. Өйткені миллиондаған адам солай жазады. Сіз солардың арасында ерекшелену керексіз. Өте personal statementке өте серьезно қарау керек. Өйткені сіздің қаншама документтеріңіздің ішінде именно сізге басымдылық беретін документтердің бірі осы документ. Әсіресе сізде тіл сертификаттары болмаса, осы personal statement сізге өте үлкен мүмкіндік бере алады. Мен мысалға өзім Сенскарияда әртүрлі тегін конкурстар ұйымдастырамын ғой, бір айлық курс ұтып алуға. Сол кезде мен жақсы көремін, маған беріңізші деген нелерді оқығым да келмейді. Мен соны оқып отырамын да, оказывается, KGSP-ді қабылдайтын адамдар да мен егер сөйтіп жазсам, мені солай қабылдайды екен ғой, тіпті оқысы келмейді екен ғой деген менде ой болды. Олай жазбау керек. Просто берсең бер, бермесең берме, маған бәрібір, мен бәрібір қалауыма жетемін деген секілді стильде жазу керек personal statement-ті. Енді үшінші форма керек. Statement of purpose. Уже сіз жоғарыда не үшін сізді таңдау керек екенін жазсаңыз, мынау соның жалғасы, яғни personal statement-тің жалғасы. Жақсы, сені қабылдады деп есептейсің да, сені қабылдағаннан кейін сен қандай пландарың бар Кореяға барғанда. Яғни өзіңнің жаңағы жоғарыда арманыңды, соларды айттың ғой, мақсатыңды, сол мақсатқа қандай жолдармен жетесің, соның барлығын нақты түсіндіріп өтетін. Жалпы жаңағы форманы өздері салады сайтқа. Сол сайтта форманы ашсаңыздар, мынаны жаз деп өздері қысқаша жазып қойған. Сол не жаз деп тұр, соны ғана жазсаңыздар жетеді. Мылжыңдап көп нәрсені жазудың қажеті жоқ. Өйткені олар жоғарыда тағы да айттым, миллиондаған адамның personal statementтерін оқиды, соның ішінде олар шаршап кетеді көп сөзден. Қысқа нұсқа жазу керек. Ол two letters of recommendation. Ұсыныс хат. Бұл ұсыныс хатты егер сіз бакалаврға тапсырып жатқан болсаңыз, сіз или мектеп бітіріп, или колледж бітіріп тапсырайын деп жатсыз ғой, онда сіз мектептегі мұғалімдеріңізден, мектептің директорынан аласыз ұсыныс хатты. Ал егер сіз колледжден болсаңыз, колледждегі мұғалімдеріңізден немесе колледждің бастығынан деген секілді аласыз. Осы жерде, ал егер сіз магистратура, докторантураға тапсырып жатсаңыз, әрине өзіңіздің профессорларыңыздан, университеттегі, немесе уже жұмыс істеп жүрген болсаңыз, жұмысыңыздағы адамдардан да алуға болады, басшыларыңыздан, сіздің ол recommendation letterда не жазылу керек? Сіздің ұсыныс хат беріп отқан адамыңыз сіздің артықшылықтарыңызды, сіздің қандай ерекшеліктеріңіз бар, сіз қандай жақсы адамсыз, соның барлығын әдемілеп, сипаттап жазып беретін хат, ұсыныс хат, білесіздер ғой. Бұл жерге беретін кеңесім барынша дәрежесі жоғары адамнан алған дұрыс. Универдегі мұғалімдеріңізден алып жатсаңыз, мысалға жай ғана доцент, ондай емес, профессор, академик деген секілді сондай дәрежесі жоғары адамдардан алуға тырысыңыз. Немесе жай ғана профессорларыңыз емес, мысалға сіз филология факультетінде оқисыз ба? Филология факультетінің деканынан ұсыныс хат алыңыз. Яғни неғұрлым дәрежесі жоғары болса, ұсыныс хат берушінің соғұрлым сіздің неңізді, балдарыңызды арттыра түседі. Негізі сіздерді бағалаған кезде документтеріңіз арқылы олар бал береді, әрқайсысына мынанша бал деп. И сол бал арқылы ең соңында кімнің балы көп шығады, әрине соларға сәйкесінше грант береді.
JKS Weekend Agreement. Өздері беріп қойған. Мен мысалға Кореяда оқығанда мен осылай істеймін, мынандай нәрсеге келсем, қысқаша қағаздар, оған келсем деп қойып шықсаңыз болды. Ол ешқандай қиын емес. Medical assessment, яғни жалпы менің көзім сау, немесе көзім минус мынанша, мен мынандай аурулармен ауырмағанмын, немесе мынандай аурумен ауырып емделгенмін деген секілді жалпы ешкімге тексеріліп больницаға барып қажет емес. Просто сол жерде жазылған сұрақтарға, я ауру емеспін, туберкулез емеспін деген секілді сұрақтарға жауап беріп, птичка ұрып астына қолыңызды қоясыз, болды. Certificate of Bachelor's Degree or Bachelor's Diploma, яғни мен магистратураға тапсырдым ғой, сондықтан маған не керек? Магистратураға түсу үшін менде уже бітірген бакалаврдың дипломы болу керек, иә? Сіз бакалаврдың дипломын тапсырасыз магистратураға тапсыру үшін, ал бакалаврға тапсыратын болсаңыз 11-дің сертификаты немесе колледждің дипломы, иә? Енді қараңыз, бұл жерде оригинал деп жазған, бірақ көбісі түсінбей жатыр. Оригинал деген кәдімгі дипломның өзін оригиналын өткізесіздер деп. Жоқ, олай емес. Оригинал дегеніміз ең бірінші сіз сол дипломыңызды немесе оқу бітірген аттестатыңызды аласыз да копиясын жасайсыз. И ол копиясын нотариуске апарасыз да. Сіз айтасыз, маған заверенный копия жасап беріңіз дейсіз, бірақ жай ғана обычный заверенный копия емес, именно апостильге арналған заверенный копия деп айтасыз. Яғни сізге заверенный копия жасап берді, апостильге арналған нотариустар, и ол құжатты аласыз да сіз соңға барасыз. И сосын соңға барасыз да не үшін келдіңіз деп сұрайды ғой, сіз айтасыз, мен апостил жасату үшін келдім деп. Болды, ары қарай уже сондағылар сізге түсіндіреді. Яғни кейін ол документ сізде 3 күн 4 күннің ішінде дайын болады. Болған жаңағы негіздің дипломыңыздың апостилі, ол сізде кәдімгі оригинал документ, соны өткізесіз. 절대 мүлдем жаңағы кәдімгі дипломдарыңызды өткізіп жүрмеңіздер, өйткені кейін таба алмай қаласыздар, өйткені кездеспей бүкіл адамдардың несін документін жинақтап отырмайды, керек емес документті олар просто ақтара салады. Bachelor's degree transcript. Transcript дегеніміз дипломға берілетін ішіндегі қосымша, яғни барлық сіздің курстардағы негізді GPA соларыңызды көрсететін транскриптті тура солай апостил жасатасыз. Жоғарыдағыдай копияны нотариуске апарып заверить етесіз, и ол заверенный копияны неге апарасыз да, соңға апарасыз да апостилға бересіз, өтініш бересіз, и сізге 4 күнде жасап береді. Жаңағы proof of citizenship, яғни сіздің ұлтыңызды растайтын документ. Ол сіздің паспортыңыз немесе жаңағы туу туралы куәлігіңіз. Егер сізде енді туу туралы куәлік жағдайында ол қазақ тіліндегі жазылған документ қой, ағылшынша жоқ қой, онда сіз оны аударасыз, нотариусте аударған аударманы растайсыз, жаңа копияны растайсыз, сөйтіп қана барып өткізесіз. Лучше сіз по-любому кейін паспорт жасатасыз ғой, а паспорт болса ештеңе растап қажет емес. Яғни сол паспорттың копиясын жасатасыз да саласыз, болды, сол сіздің proof of citizenship'іңіз болады. Енді applicant's parents proof of citizenship. Жоғарыда сіз өзіңіздің ұлтыңызды растасаңыз, енді ата-анаңыздың ұлтын растайсыз. Яғни сіз қазақ болып тұрып, бірақ ата-анаңыздың біреуі кәріс болып шығатын болса, онда сізге бұл грант берілмейді. Бұл грантқа құжат тапсыра алмайсыз. Сондықтан ата-анаңыздың да Кореяға мүлдем қажеті жоқ, шетелдік екенін растайтын құжатты тапсырасыз. Яғни ол да сіздің ата-анаңыздың несі болады? Паспорты немесе жаңағы жоғарыда айтқандай удостоверение личности. Удостоверение личности болса, міндетті түрде копиясын жасатып, копияны переводты растап қана өткізесіз. Өйткені өтетін документтеріміз не ағылшын, не қарыс тілінде болу керек. Топик сертификаты деп тұр. Бірақ қасына optional деп жазып қойған, яғни міндетті емес деп. Жоғардағылар міндетті болса, мынаны міндетті емес деп жазып қойған. Бірақ мен сіздерге айтайын, осы уақытқа дейін не топигі да, не ағылшын сертификаты да жоқ. Адамның осы бағдарламадан жеңіп шығып, тегін оқығанын мен көрген жоқпын. Бар мынандай жағдай, прям ағылшыны да жоқ, топигі да жоқ, бірақ Кореяда жаңағы университетінде языковой курсы бар ғой, 6 ай солай оқып шыққан. Яғни топик сертификаты жоқ, бірақ Кореяда оқыған деген сертификаты бар. Сондай адамдарды, тілді әйтеуір білет деген адамдарды ғана алады. Совсем 0 болсаңыз алмайды. Мына жерде әшейін жазып қойған, сіздерді алдап, оған сеніп қажет емес, міндетті түрде болу керек, мен сіздерге айтамын. Енді IELTS, IELTS, ағылшынды IELTS немесе TOEFL, TOEFL деген секілді. Бірақ көп университеттердің нелерін қарасаңыздар, олар TOEIC пенен IELTS қана қабылдайды. TOEIC пенен IELTS, сондықтан бізде көбінесе IELTS тапсырады ғой. IELTS-тарыңыз болғаны дұрыс. Published books, research papers and etc. дейді. Published books дегеніміз, яғни сіздің өзіңіздің, бұл магистратура документтер ғой, бакалаврда бұндай нелер жоқ, қорықпаңыздар, бакалаврға тапсырайын деп тұрсыңдар. Бұл магистратура, тағы да қайталап айтам. Яғни бұл жерде published books деген, яғни сіздің жариялаған кітаптарыңыз, сіздің жарыққа шыққан материалдарыңыз, мақалаларыңыз, магистратураға түскен адам уже бакалаврда, магистратурада қаншама не жазып тастайсыз ғой. Вот соларды кәдімгі жаңа шыққан жерлерінен шығарып алып, кәдімгі
ағылшынша болса согей саласыз, ағылшынша болмаса аудармасымен бірге мінекей менің мынандай еңбектерім шыққан деп пример ретінде саласыз. Бұл сіздің жетістігіңізге жатады, иә. Optional деген тоже маңызды емес деген, бірақ мен тағы да айтам, болса жақсы, өте жақсы. Ол optional деп жаза береді, по-любому болғандарға более басымырақ береді, более балдары көп болады. Awards and other certificates, яғни бұл сіздің мынандай конкурстан ұтып алды, мынандай конкурстан мынандай нәрсе жеңіп алды деген секілді сіздің өзіңіздің нелеріңізді, сертификаттарыңызды жинақтап, соның копиясын не істейсіз, өткізесіз. Тағы да бұл жерде айтатын нәрсе, біздің Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін енді сертификаттарымыз көбінесе орысша немесе қазақша болады, иә. Егер ондай болса, міндетті түрде переводын жасап, бүйтіп қыстырғышпен қыстырып, бірге өткізесіздер. Яғни орысша үшін сертификатты қоя салмайсыздар, олар түсінбейді, ол қаяқтан алдыңыз, не сертификат, ол не деп жазылып тұр. Соны прям аудармасымен, бұл жерде енді нотариусте оны заверить етіп керек жоқ, просто аудармасын олар түсіну үшін не екендігін сөйтіп өткізесіздер. Осының ішіне мысалға біздің курстар секілді, курстардан алған жаңағы тіл сертификаттарыңыз бар ғой. Мысалы, осындай курсты бітірді деген, яғни ол сіздің жаңағы топигіңіз бола алмайды, бірақ осы awards, яғни нешінші 25-ші неде категорияға кіріп кетеді. Awards ретінде, яғни міне мен мынандай курстан мынандай деңгейде бітіргенмін деп, бұл да сізге белгілі бір деңгейде өзінің балыңызды арттыруға не істейді, көмегін тигізеді. Бірақ өткізген кезде, мысалы магистратураға тапсырайын деп жатсыз, сонау мектептегі сертификаттарыңызды өткізбейсіз. Соңғы 1-2 жылда алған сертификаттарыңызды өткізесіз, және барынша жоғарыдағы personal statement және personal statementте жазған өзіңіз туралы не жаздыңыз? Мысалға, мен осындай кәріс тіліне қатысты мынандай нәрселерді атқардым деп жазған болсаңыз, именно соны растайтын сертификаттарыңыз болса, әлдеқайда жақсы. Яғни жоғарыдағы жазған нәрсеңіз құр сөз емес, мінекей сертификат тұр, сіздің кәдімгі дәлеліңіз болады да. Яғни жай ғана айдаладағы бір, мысалға сіз өзіңіздің қандай мамандыққа тапсырып отырсыз, соған қатысты сертификаттар болса тіпті жақсы. Мысалға, мен өзім кәріс тілінің мұғаліміне тапсырдым, сондықтан мен өзімнің кәріс тілінен эссе жазып алған, кәріс тілінен жаңағы диплом жазғанымды, немесе кәріс тілінен жаңағы әртүрлі Корей мифологиясына қатысты жазған жаңағындай мақалаларымды, содан алған сертификаттарымды осы жерге салдым. Өйткені мен қандай мамандыққа тапсырып отырмын, кәріс тілінің мұғаліміне тапсырып. Сіз де сол секілді мысалға бизнесменге тапсырып отырсыз, сол бизнеске қатысты алған сертификаттарыңызды осы жерге өткізіңіз деген секілді ғой. Яғни айдалада мысалы бизнесменге тапсырып отырсыз, қайдағы бір ән конкурсынан алған сертификатыңызды бұл жерге салып қажеті жоқ деген сөз, иә? Нақты болу керек барлығы. Паспортыңыздың копиясы болса өткізесіз, болмаса пока қоя тұрсаңыз болады. Кейін уже осы құжаттарыңыз өткеннен кейін барып, уже кейін 3-ші тур кезінде ғана, сізді уже Кореяға келетін кезде ғана паспортыңыз болмаса жасатсаңыз болады. Бірақ мен сіздерге советую, алдын ала жасатып қойға, осы құжат өткізіп жатқан кезде де сізге оңай болады, иә. Жаңа удостоверениеңізді копиясын жасап, заверт етіп, аударып, оны заверт етіп жатпайсыз, просто паспортыңыз астында копиясын жасап өткізе аласыз. Сондықтан алдын ала қазірден сіздерде болмаса, ешқандай шетелге шықпай жатсаңыздар да паспортты жасатып қоюға кеңес беремін. Әсіресе осындай программаларға құжат тапсырған кезде өте көп көмегі тиеді. Medical examination results, бұл бізде уже 2-ші тур, яғни документ скрининг болады. 1-ші турда документтеріңізді қарайды ғой. Документтеріңізді қарап сізді қабылдаса, мысалға университет арқылы өткізсеңіз, университет сізді қабылдады, одан кейін документтеріңізді NEET-қа жіберді. Сосын NEET қарады, иә, Корея мемлекеті осы нені беруші, грантты беруші. Олар қабылдаса, болды, сіз уже 2-ші турға өтіп тұрсыз деген сөз. Яғни осы 2-ші турға өткеннен кейін барып қана сіз кәдімгі больницаға барып, олардың айтқан жаңағы анализдерін тапсырып, құжаттарын жаңағындай PDF материалға жинап, бұл уже 2-ші раундта. Бұны пока кейін бөлек видео түсіре жатармын, иә, қандай құжаттар жасау керек, қайда бару керек, қайдан тапсыру керек деген секілді. Жақсы, жалпы керек құжаттар осы, жалпы KGSP-ге қатысты керек ақпараттар осы. Енді біздің оқырмандардың Сенс Кореяда бізге берген сұрақтарына жауап берейік.